Қайырлы күн башаға достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен көлемі өте үлкен болып шығатын шоколадты бисквитті пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылмаған болсаңыз, подписация басып, каналға жазылып қойыңыз. Видеоның маңызды жерін өткізіп алмас үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік бастаймыз. Ең алдымен таза ыдысымызға құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ұнымызды және какаомызды електің көмегімен өткізіп аламыз. Жарты шай қасық тұз, 2 шай қасық ас содасын салып, қасықтың көмегімен осы құрғақ ингредиенттерімізді жақсылап араластырып аламыз. Осылай құрғақ ингредиенттеріміздің барлығын жақсылап араластырып алып, үстінен алдын ала өлшеп алған қантымызды, сұйық майымызды және де 3 жұмыртқамызды салып, алдын ала өлшеп қойған сүтімізді құйып, барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай ешбір түйірі қалмайтындай етіп жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массамыздың үстінен 6% алма уксусын салып алатын боламыз. Толық рецепті әдеттегідей астындағы описание бөлімінен таба аласыздар. Міне біз барлығын жақсылап араластырып алдық. Бізде ешқандай түйіршіктері қалмады. Дайын тестамызды формамызға құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 150-160 градуста жақсылап пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пешінің ыңғайына қарай әртүрлі уақытта піседі. Менде 30 минутта пісіп шықты. Пирогымыздың піскенін дәл осылай ағаш таяқшаның көмегімен білуге болады. Осылай құрғақ болып шығатын болса, демек бізде пирогымыз пісті деген сөз. Сіздерге бірнеше жерінен тесіп көрсеттім. Міне пирогымыз толығымен пісіп шықты. Енді пирогымыздың бетіне шоколадты глазур дайындайтын боламыз. 100 грамм шоколадқа 35 грамм сүт құйып, микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп аламыз. Дайын глазурымызды пирогымыздың бетінен жағып аламыз. Шоколадтар толығымен жағып алдым. Бетін осылай кондитерский тәттілермен сәндеп алдым. Бұл біздің пирогымызға ерекше сән беріп тұрады. Міне достар, осымен біздің шоколадты пирогымыз дайын. Сіздерге кесіп көрсететін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, жұмсақ, сондай дәмді болып шықты. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Дәл осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Кез келген мерекелік дастархандарыңыздың сәнін келтіреді. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер еш өкінбейсіздер. Пирогтарыңыз бір жасағаннан сәтті болып шығады және де өте биік болып көтеріледі. Назарларыңызға үлкен рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.